Құрметті онлайн бейнедәріс қатысушылары, назарларыңызға Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995-2020 жылдар алғашқы қадамдар және перспективалық трендтер атты мағыналы бейнедәрістерін ұсынамыз. Бейнедәрісті Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығы аясында Қазақстанның көп этносты халқының қалыптасу тарихына және бүгінгі заман талабына сай перспективті трендтерге арналған. Бейнедәріс этномәдени бірлестіктер арасында жалпы азаматтық бірегейлікті қалыптастыру және қазақстандық патриотизмді дамытуға бағытталған жобаларының аясында Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің, Қазақстан Халқы Ассамблеясының қолдауымен және азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранттық қаржыландыруы есебінен дайындалды. Бұл жобаны дайындауға этномәдени бірлестіктер өкілдерінің, ғылыми сарапшылық қауымның зерттеулері мен архив материалдары және заманауи ақпараттық технологиялар арқылы жасалған Қазақстан халқы ғылыми тарихи интерактивті картасы материалдары кеңінен пайдаланылды. Бұл бейнедәрісте біз Қазақстанның көп этносты халқының пайда болу тарихымен, сондай-ақ қазақ жеріне қоныс аударған түрлі этностардың тарихы мен мәдениетімен толығырақ таныстыратын боламыз. Бейнедәрісті әрі қарай саясаттану магистрі Айсана Қахарман жалғастыратын болады. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бүгінгі видео дәрістің атауы Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жыл 2020 жылдар аралығы. Алғашқы қадамдар және перспективті трендтер. Этносаяси процестердің күрделілігі әлемнің этностық сан алуандығымен және планетаның саяси картасының бедерімен тығыз байланыста. Этностық қауымдастық деген сөз адамдардың белгілі бір аумақта тарихи қалыптасқан тұрақты жиынтығы болып табылады. Оның ішіне этностардың мәдениеті, тілі, психикалық болмасы, сана сезімі кіреді. Сондай-ақ өзінің мүдделері мен мақсаттарын бірлігін басқа да этностардан айырмашылығын ұғынатын тарихи зердесі сақталады. Этносаясат сөзі негізінен грек тілінен аударғанда этнос халық деген мағынаны білдіреді. Этностардың мүдделерін уақытылы есепке алу, келісу және іске асыру, этносаралық қатынастар саласындағы қайшылықтарды шешу жөніндегі әлеуметтік, экономикалық, саяси, ұйымдық, құқықтық және басқада шаралар жүйесі. Этносаясат ұғымы саясаттану ғылымында соңғы уақытта кеңінен қолданыста және көптеген саясаттанушылар дәстүрлі түрде қолданылатын ұлттық саясат және ұлттық қатынастар саласындағы саясат ұғымдарының синонимі ретінде қарастырады. Сонымен бірге осы ұғымдарды қолдану салаларын бөлуге талпыныс жиі кездеседі. Бұл ретте этносаясат термині ғылыми мағынада айқын және салыстырмалы түрде әдеттегі ұлттық саясатпен идеологиялық тұрғыда біржақты болмайды. Әлемдік ғылымда Джозеф Ротшильд этнополитика концептуальная рамка жұмысында этнополитикс терминінің қолданылуын тұжырымдамалық түрде негіздеді. Бұл Қазақстанда да, басқа да мемлекеттерде де саяси, нормативтік, құқықтық лексикада және практикада дәл осы анықтаманы қолдануды түсіндіреді. Ресми мәліметтерге сәйкес, дүние жүзінде 5000-ға жуық түрлі этностық топтар тұрады және құрамы бойынша біртектікті мемлекеттер жоқтың қасы. Әлемнің барлық елдерінің тек 12-сі ғана шартты түрде этностық құрамы біртекті елдерге жатады. Бұл тек 9% құрайды. 25 мемлекеттегі негізгі қоғамдастық халықтың 90% құрайды. Әлемнің басқа 25 елінде бұл көрсеткіш шамамен 75-89% құрайды. Ұлттық көпшіліктің 50-70% 31 мемлекетте тұрады және әлемнің 39 елінде халықтың тек жартысы ғана этностық біртекті болып саналады. Кез келген мемлекеттің басты міндеттерінің бірі этностардың бір аумақта бірге өмір сүру үшін мемлекеттік демократиялық институттар құру арқылы барлық адамдардың мүдделерін қамтамасыз етеді. Әлемде этносаясатты іске асырудың көптеген түрлері бар. Олардың барлығы өздерінің алуан түрлілігімен сипатталады және шоғырландыру мен этносаралық интеграцияға бағытталған. Заманауи әлем саны жағынан да даму деңгейімен де ерекшеленетін бірнеше мың этностық қауымдастықты білдіреді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне сәйкес, әлемдегі тілдердің 1/3 бөлігінің жойылып кету қаупі бар. Ғалымдардың болжамы бойынша 30-40 жылдан кейін қолданыстағы тілдердің жартысынан көбі қолданыстан шығады
және кері толқын тұжырымы орындалады. 1990 жылы Самуэль Хантингтон демократияландырудың жаһандық таралу моделін ұсынған болатын. Онда ол теңіз толқындарының көтерілу мен қайтуын бейнесін қолданысқа алды. Бұл тұжырымдама жаһандану парадокстарының бірінің табиғатын жақсы түсінуге мүмкіндік берді. Алдарыңызда көрсетілгендей, Еуропа мен Азия елдеріндегі ұлттық азшылық институттары қызметтерінің ерекшелігі. Бұл Франция, Ұлыбритания, Германия, Қытай, Канада елдері мысалға алынған. Мысалы, Францияның мәдениетімен, тілімен, ділімен ассимиляцияға, өздерінің этностық және мәдени ерекшеліктермен бас тартуы тиіс деп есептейді. Иммигранттар натурализациядан кейін байырғы тұрғындармен бірдей құқық иелене алады. Ұлыбританияда болса, олардың тұрғындарының 14% этностық азшылық өкілдері болып табылады. Байырғы емес тұрғындардың көпшілігі өздерінің тек британдықпыз деп санайды және тарихи отанымен байланыстырмайды. Аз ұлттар түрлері ресми салада қолданылмайды. Саны жағынан Германияда ең көп 16 миллион иммигрант тұратын еуропалық ел болып саналады. Иммигранттар әрқашан гастарбайтерлар болып та саналады. 1973 жылы Германия өз шекарасын жапқан. Иммигранттар шетелдіктер болып саналады. Қытай болса, мықты мемлекет жасауға ұмтылыс жасайды. Батыл және айқын идеология ұстанады. Ұстамды консерватизм және азаматшылық ұлтшылдықтың үндесуі орын алады. Канада елі болса, этностық шығу тегіне немесе дініне қарамастан барлығы осы елдің азаматтары болып есептелінеді. Қазақстан тәуелсіздік жылдарында өз дамуының дербес жолын ұстанып, әлемге өз стратегиясын көрсеткен болатын. Ұлтаралық келісімнің өзіне ғана тән іскерлік үлгісін жасаған. Тәуелсіздік дәуірі атты кітабында тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев егемен мемлекеттің дамуының, жаңа қоғамдық саяси институттардың қалыптасуының күрделі кезеңін осылай сипаттайды. Қоғамның полиэтностығы көлеңкеде қалмай, басты, тұрақты, біріктіруші факторға болуы тиіс. Сондықтан да Қазақстанға елдегі этностық топтар арасындағы диалог алаңы болатын құрылым керек еді. 1995 жылдың 1 наурызында мен Қазақстан Халқы Ассамблеясы құру туралы жарлыққа қол қойдым. Сол арқылы басты міндеті мемлекет пен азаматтық қоғам институттарының әріптестігі негізіндегі этностар мүдделерінің бірігуін қамтамасыз ету, тиімді этносаралық қарым-қатынас жүргізу және ортақ саяси, құқықтық, мәдени орта қалыптастыру болып табылатын жаңа консультативті кеңес органы құрылды. Қазақстандағы түрлі этностар өкілдерінің мәдени байланыстарының ұзақ тәжірибесі, ел халқының көпшілігінің ұқсас мәдени бағдарларының қалыптасуына және этносаралық толеранттылық пен өзара сыйластық атмосферасын құруға көмектесті. Көптеген жылдар бойы демографиялық және көші-қон процестерінің жоғары болуы, Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейін тәжірибесі жете зерттеліп жатқан әлемнің көп этносты және конфессиялы көп мемлекеттерінің біріне айналуына ықпал етті. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің ұлы даланың 7 қыры атты бағдарламалық мақаласында ұлы жібек жолы гүлдену шегіне жетіп, халықаралық ауқымда экономиканы өркендетуге және мәдениетті дамытуға септігін тигізді деп атап өтті. Дүниежүзілік кеңістікті әлем құрылысы процесінің маңызды құрамдас бөлігі этностар, мәдениеттер, діндер диалогын ұйымдастыру мәселелері болып қала береді. Этносаралық қатынастардың қазақстандық үлгісі елдің ұлттық тарихына, этностық және азаматтық бірегейліктің маңыздылығын ұғынуға негізделген. Сондықтан 1996 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 3-ші сессиясында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев былай деп атап өткен: біздің жағдайда этносаралық ықпалдасудың базасы жалпы азаматтық тиістілік, қазақстандық мемлекеттілік тағдыры.
бар адамдардың өзін-өзі саяси тұрғыдан айқындауы болуы тиіс. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің 2019 жылғы 2 қыркүйектегі сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты Қазақстан халқына жолдауында біздің ұстанымымыз ел бірлігі, оның әр алуандылығында. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек. Елдегі этносаралық келісім бір мезгілде туындауы мүмкін емес. Көлемді және серпінді үдерістің арқасында орныққанын түсіну қажет дейді. Қазақстандық үлгінің ерекшелігі барлық этностардың әралуандылықты біріктіру саясатын құруға ұмтылысы болып табылады. 2000 жылдың 15 желтоқсанында Қазақстан Халқы Ассамблеясының 7-ші сессиясында мен болашақ туралы ойлануға шақырдым және оптимистік түрде Қазақстанды құрдық, қазақстандықтарды жасайық дейді. Шындығында да солай болды. 2000 жылы жалпы ұлттық бірлікті нығайтудың басты факторы Қазақстан халқының барлық отандастардың елдің жасампаз дамуына белсенді қатысуы болды. Әрбір адамның, әрбір отбасының болашағы бірінші кезекте жалпы елдің табыстарына байланысты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстандық үлгінің 1990 жылы 2000 жылдар аралығындағы құрылымдық мәнмәтіні. Мұндағы қазақстандық үлгі барлық этностық топтар үшін тең мүмкіндіктер стратегиясын іске асыру және мемлекетті басқаруға этностардың әділ қол жеткізу мәнмәтінінде дамуда. Осылайша Қазақстан Республикасының Конституциясымен бекітілген елдің барлық азаматтарының ұлты мен діни нанымына қарамастан тең құқықтар мен міндеттерлі түрлі этностар мен конфессияларды сақтауға және дамытуға бағытталған ұлтаралық келісім саясатын реттеудің құқықтық шарты болып табылады. Қазақстандық азаматтық қоғамының құрылымында ассамблея жалпы ұлттық қоғамдық институт ретінде ерекше мәртебеге ие. Жаһандану жағдайында кейбір мемлекеттердің ұлттық өзіндік бірегейліктен айырылуы жағдайында Қазақстан халықаралық тәжірибе негізінде және өзінің дербес үлгілері мен тетіктерін әзірлеп, қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру жолымен сенімді жүріп келе жатыр. Жаһандық тәжірибені талдай отырып, мен мынаған көз жеткіздім. Адамзат этносаралық келісімнің әмбебап формуласын әзірлеген жоқ. Сондықтан Қазақстан Халқы Ассамблеясының 2002 жылғы қарашада өткен 9-шы сессиясында барлық елдер үшін қолайлы болатын ұлтаралық қатынастар құру тәжірибесі жоқ. Әр елдің этностық және тарихи-мәдени құндылығына байланысты ұлттық мәселелерді шешудің өзіндік тәсілі болу керек. Бұл Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында өз дамуының дербес жолын ұстанып, әлемге өз стратегиясын көрсетті. Ұлтаралық келісімнің өзіне ғана тән іскерлік үлгісін жасады дейді. Қазақстандық үлгіні жаңғырту процестері 2000 жылдарға тиесілі. Мұнда көрсетілген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынған қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісі болып табылады. Бұл жерде Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жылы 1 наурызда құрылған және мемлекет басшысы басқарады дейді. Кейінгі Қазақстан Халқы Ассамблеясының сессиялары өзекті орын алады. Сессия ассамблеяның жоғарғы басқарушы органы және Қазақстан президентінің шешімімен шақырылады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының кеңесі сессиялар аралығында ассамблеяға басшылық жасайды. Қазақстан президентінің әкімшілігіндегі Қазақстан Халқы Ассамблеясы хатшылығы жауап береді дейді. Көп этносты Қазақстан жағдайында қоғамдық келісім мен бірлікті нығайту мәселесі басты мәселелердің бірі болып табылады. Және қоғамдық өмірде осы мәселені шешуде елдің этномәдени бірлестіктері маңызды рөл атқарады. Қазақстандағы этносаралық қатынастар сенім, құрмет және өзара байыту қағидаттарына негізделген. Адами қатынастардың өмір кеңістігінің тарихи дәстүрлері мен құндылықтары, мәдениеттердің өзара ықпалы мен енуі Қазақстанның кең аумағында түрлі этностық топтар арасындағы құрмет пен өзара сенімді түсіністікті сақтауға мүмкіндік береді. Оның негізін қалаушы қағидаттары
және тұтастай алғанда этносаясат бүгінде елдің ұлттық тарихына және қазақстандық бірегейліктің қалыптасуы мен нығаюына маңызды рөл атқарады. Ассамблея мемлекеттік идеологияның трансляторы ретінде негізгі конституциялық негіз қалаушы қағидаттарға, қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікке негізделген гуманизм мен толеранттылық қоғамдық келісім идеясы арқауы болып келеді. Қазақстандағы этносаралық қатынастар саласын құқықтық реттеу қазақстандық үлгінің негізгі қағидаттарына негізделген. Мұндағы Қазақстан Республикасының Қазақстан Халқы Ассамблеясы туралы 2008 жылғы 20 қазанда заңында әлемдік заңнамалық практикада баламасы жоқ демократияның қоғам дамуы үшін маңызды негізгі қағидаттары нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына қарамастан адам мен азаматтық құқықтары мен бостандықтарын басымдығы бекітілген. Қазақстан Республикасының Қазақстан Халқы Ассамблеясы туралы заңында көрсетілген. Қазақстанда бүгінгі күні 1028 этномәдени бірлестік, оның ішінде 28 республикалық бірлестік құрылған. Этномәдени бірлестік активі 408 мың адамды құрайды. Бұл қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесінің 2009 жылғы мәліметтеріне сәйкес алынған. Этномәдени бірлестіктер қызметінің негізгі басымдықтары: жалпы мемлекеттік міндеттер кешенін шешуге белсенді қатысу, тіл, әдет-ғұрып, салт-дәстүр мен мәдениетті сақтау және дамыту, этностардың тарихын зерттеу, Қазақстан халқының бірлігін сақтау және нығайту, қазақ мәдениетіне баулу, мемлекеттік тілді меңгеру, этностық шығу тегі елімен байланыстарды дамыту, елдер арасындағы ынтымақтастыққа жәрдемдесу. Республиканың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басқаратын Қазақстан Халқы Ассамблеясы бүгінде жалпы ұлттық келісімнің бірегей үлгісі болып табылады және жалпы ұлттық мемлекеттілікті дамытудың негізін құрайды. Ассамблеяның басты ерекшеліктерінің бірі Қазақстан этностарының мүдделерін жоғары заң шығарушы орган ел парламентінде кепілді өкілдік ретінде білдіру болып табылады. Яғни қазақстандық үлгінің іргелі өзегі Қазақстан Халқы Ассамблеясы қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің бірегей институты болып табылады. Депутаттық топтың құрамына мәжілістің 31 депутаты кіреді. Қазақстан Халқы Ассамблеясынан 9 депутат, Нұр Отан партиясынан 17 депутат, Қазақстан Коммунистік халықтық партиясынан 3 депутат, Ақ жол демократиялық партиясынан 2 депутат алынады. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап Қазақстан Халқы Ассамблеясыны реформалаудың және елдегі үдемелі дамуы мен этностық қатынастардағы тұрақтылықты нығайтудың фарватері ретінде көргені кездейсоқтық емес. Модернизация тек технологияларымен емес, және жаңа институттармен ғана шектелмейді. Жаңашылдықтың негізгі арнасы және ресурсы ретінде белгіленген елбасының ойындағы оң өзгерістер осылайша ең маңызды рухани және коммуникативтік қағидатты ар алуандылықты бірлікті жүзеге асыру арқылы қоғамдық сананы жаңғыртудың бірегей, ұтымды және бейімделетін үлгісін құрайды. Әрбір қазақстандықтың елдегі қайта құру процестеріне қатысуы өте маңызды. Себебі еліміздің тәуелсіздік жылдарында ел ішіндегі азаматтардың татулығы мен тыныштығын, бүкіл әлемдік беделі мен танымалдылығын сақтай алды. Әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан реформалардың мәнін және олардың отанымызды өркендетуісіндегі маңыздылығын нақты түсінуі тиіс. Оларды сәтті жүзеге асыру үшін бүгінде қоғамды ортақ мақсаттар төңірегінде топтастыру өте маңызды. Осындай қиын кезеңде бір-бірін қолдау, халықтың әл-ауқаты үшін жауапкершілік таныту өте маңызды. Егер біздің ұмтылыстарымыз бір болса, біз міндетті түрде мақсатымызға жетеміз дейді. Алдарыңызда көрсетілгендей, өзгерістер айнасы 25 жылдың ішіндегі өзгерістер жинағы.
Қазақстан Халқы Ассамблеясының мемлекет басшысының жарлығымен 95 жылы 1 мамырда құрылған. Ассамблея құрамы 509 адамды құрайды. Ұлттық банк Мельхиор қоспасынан номиналы 200 теңгелік және Нейзильбер қоспасынан номиналы 100 теңгелік Қазақстан Халқы Ассамблеясы коллекциялық монеталарын айналымға шығарды. Монеталарды шығару Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығына орайластырылған. Бұл туралы іскерлік ақпарат орталығы Capital.kz ұлттық банктің баспасөз қызметі хабарлайды. Қазақстан Халқы Ассамблеясының белсенді қатысуымен қоғамды жаңғыртудың перспективалық трендтері көрсетілген. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елдегі тұрақтылықты сақтауға, барлық этностық топтардың өкілдері арасындағы бірлік пен өзара түсіністікті қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар нақты тапсырмалар берді. Президент қазақстандықтарды пандемияға байланысты дағдарыс кезінде татулыққа, бірлік танытуға шақырды. Біріншіден, коронавирустың таралуының қаупіне байланысты пандемия белгілі бір дәрежеде елдің басқару, әлеуметтік, экономикалық, технологиялық, адами ресурстарын жұмылдыру механизміне айналды. Оларды іске асырудың тиімділігі қоғамдағы бірлік пен қоғамдық келісім деңгейіне байланысты. Қазақстан үшін көп этносты қоғам ретінде бірлік мәселесі негізгі болды және солай болып қала береді. Мұны жаһандық дағдарыс растады. Бірлік мемлекеттік құрылым деңгейінде азаматтардың өз мәртебесі мен қоғамдық процестерді тегі орнын жеке қабылдау деңгейіне құрылды. Қазіргі уақытта қазақстандық бірегейлік үлгісімен байланысты процестер қоғамдық сананы жаңғыртумен байланысты және олардың ажырамас бөлігі болып табылатын ескеру қажет. Біріккен құндылықтар туралы жалпы түсінікке қол жеткізу қоғамдағы бірлік пен келісімнің негізі болып табылады. Қоғамдық келісім негізінде қалыптасқан жағдайдан шығу жолын іздейді. Саяси және мәдени дамудағы этностық компонент ұлт пен мемлекеттің өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігін сақтайтын өзегі болып табылады, дейді. Назарларыңызға рахмет. Осымен видеодәріс аяқталды.